Сенесіз бе, мына тұрған алып дүние кезінде жай ғана ат байлайтын қазық болған. Аңыз бойынша мұнда 8 ғасырда ислам дінін таратушы имам Бахли бабамыз жай ғана қазық қадап кеткен. Ал бүгінде ол 1300 жылдық тарихы бар тірі ескерткішке айналды. Бұл ағаштың діңгегіне қолыңызды тигізсеңіз, сан ғасырдың демін сезінгендей боласыз. 6 адамның құшағы әрең жететін ені 9 метрлік бұл алып ағаш Түркістандағы Қарнақ ауылында орналасқан. О баста мұнда 2 алып ағаш болған, бірақ осыдан бірнеше жыл бұрын біреуін балалар абайсызда өртеп жіберген. Содан бері жергілікті тұрғындар осы жалғыз тұт ағашын көздің қарашығындай қорғап келеді. Ең қызығы, ағаштың ортасы әлдеқашан күйіп қалса да өнім беруін әлгіге дейін тоқтатпаған. Ал халық арасында 1000 жылдық ағаштың бір түйір жидегін жеген адамның ең асыл тілегі қабыл болады деген сенім бар. Ал сіз Түркістанда 13 ғасырлық тарихы бар осындай алып ағаштың барын бұрын білдіңіз бе?